Баяғы үшінші рейхтің, яғни фашистік свастикасы бар скафандар кигендер, қызығы осында болып тұр. Атлант мұхитына қонғандарда ақш әскери кемелері қарсы алды. Бұлар кімдер? ақш болған оқиғаны өте құпия деген атау тағып жауып тастады. Тек кейбір сыртқа шығып кеткен ақпарат көздерінде 1943 жылы үшінші рейхтің ғарышқа ұшырған ғарышкерлер екен деген там-тұм ғана дерек айтылды. Сонымен болды. Сонда олар 47 жыл бойы көкте не істеп жүрген? Әлде өзге ғаламшар иелерімен кездесіп, сол жақта қонақта болды ма екен? Дегенмен фашистік Германия 1943 жылы ұшырған ғарышкерлер жөніндегі деректер соңғы кезде ғана аздап құпиясын аша бастаған сияқты. Оған сол ақш басылымдарында пайда болған деректер куә. Әлем баспасөзінде Адольф Гитлер және оның жақын серіктерінің астрология ғылымына, көріпкелдерге, тылсым күшке ие жұмбақ мекендерге тым құмар болғаны, соларды іздеп ғажайып қару жасауға ұмтылғаны, уақыт кілтін тауып әлемді билеуге тырысқаны жөнінде көп жазылды. Әлі де жазыла берері анық. Өйткені үшінші рейхтің адамзат дамуына қосқан үлесі орасан зор. Олардың жеткен жетістігін бағалауда қажет. Екінші дүниежүзілік соғыстың соңында неміс жеріне басып кірген одақтастар әскері көптеген жұмбақ зауыт, фабрикаларда, зертханаларда, оларда жасалған құпия қаруларды басып қалды. Оның бәрін өз жеріне құпия түрде жедел тасып әкеткені белгілі. Құпия дүниелердің ішінде не жоқ дейсіз? Бүгінгі ядролық баллистикалық зымырандардың атасы Фау-1 қанатты зымыраны, Фау-2 баллистикалық зымыраны да бар еді. Фашистік Германия небір ғаламат қаруларды жасауға тырысқаны сол кезде белгілі болды. Тек соғыстағы сәтсіздіктер, жеңілуі бөгет болып, әлгі ғаламат қаруларды шығаруға мүмкіндік болмай қалды. Егерде Гитлер басында тұрған үшінші рейх ол қаруларды жасап үлгермегенде, бүгінгі әлем басқаша болар еді. Фашистердің табанында жатар ма еді, кім білсін. Бүгінгі жұрт сенер, сенбес. Бірақ үшінші рейх қарапайым атыс құралынан бастап орасан зор қуатқа ие қаруларды, ядролық бомбаларды жасауға тырысты. Ол тұста жүздеген, мыңдаған шақырымға ұшатын зымырандарды жасау, қатарға қою мүмкін еместі. Бірақ фашистер оған қол жеткізе алды. Оған өздері емес, бөгде ғаламшар иелері көмектесті. Үшінші рейх олармен байланыста болды дегенде сыбыстар бар. Батыс зерттеушілері солай дейді. Бәрі мүмкін, өйткені соңғы үлгідегі технологиялық жетістікке жету һәм әлемді алақанда ұстау үшін немістер билікке Гитлер келгенге дейінде ұмтылыстар жасаған. Олар тылсым мекендерге, соның ішінде уақыт кілті бар деген Тибеттегі Шамбалаға құпия экспедиция жіберіп отырған. Сондай бір топ Тибетте апатқа ұшыраған бөгде ғаламшардың табақшыға ұқсас ғарыш кемесін тауып алған. Олармен байланысқа түскен. Жұлдызаралық ғарыш кемесін жөндеуге қажетті құрал тауып берген. Сыйға сый, сыраға бал ретінде жатжұрттық кеме иелері немістерге жердегі жұрт әлі қол жеткізе алмаған білім мен технологияның жолын көрсеткен. Арты белгілі. Фашистердің ғылымда қол жеткізген ғажап жетістіктерінің артында бөгде ғаламшар иелері тұрғандығы белгілі. Мәселен, өткен ғасырдың 30 жылдардың соңында бар жоғы 57 сүңгуір қайығы бар Германия 4 жылға созылған соғыс кезінде супер мүмкіндіктерге ие 1150 суасты кемесін жасап шыққан. Олардың бір кереметтігі, жанар жағармайлары базадан 10-даған мың шақырым алыс жерде жүруіне мүмкіндік жасаған. Сондай-ақ ешқандай радарға түспейтіндей шусыз жүрген. Алып жүретін қарулардың да саны мол болған. Бұған ешқандай ағылшын, америкалық, не болмаса кеңес сүңгуір қайықтары тең келе алмаған. Ғажаптығы осында. Сонымен қатар америкалықтарда, ағылшын ұшқыштарда өз күнделіктерінде неміс аспанда талай мәрте табақшыға ұқсас жұмбақ ұшақтарды көргенін жазып қалдырған. Мәселен, 1943 жылы фашистер құпия зертханада жасалған табақша тектес ұшатын аппаратты сынақтан өткізген. Бұл жөнінде құпия деректер мұрағаттарда сақтаулы. Бірақ ол аппараттардың тағдыры белгісіз. Бәлкім ағылшынның немесе Американың ұшқыштары осы аппараттарды көрген болар. Оны кеңестік ұшқыштар да көруі мүмкін. Бірақ ондай сыбыс таратуға Кеңес империясы қатаң қараған, бастары кететін болған. Сондықтан айтылмады деуге негіз бар. Енді басында айтып кеткен фашистік ғарышкерлерге келейік. 1943 жылы кеңес елімен соғыстың өзгеше бағыт алып, немістер жеңіліске ұшырай бастаған соң, үшінші рейх өзге ғаламшар иелерімен кездесіп көмек сұрап, не болмаса кек қайтаратын ғаламат қарудың жобасын алып келуге ғарышкерлер ұшырған. Араға 47 жыл салып, солар жерге қайта оралып отыр. Ғарышкерлерді Гитлердің өзі таңдауға араласқан. Жерге оралғандарда сәттілік тілеген. Гитлердің қолы қойылған марапат қағаздарда болыпты. НАСА сарапшылардың зерттеуіне қарағанда, немістер ғарышқа көтерілу үшін 3 сатылы зымыранды пайдаланған. Ол 1943 жылы Пенемюнде полигонынан ұшырылған. Бір таңғаларлық жайт, құпия зертханада жасалған ұшатын табақша секілді аппаратты сынаған жыл, күн мен ай, дәл ғарышқа ұшырылған ғарышкерлердің уақытымен дөп келіп тұр.
Араға шамамен жарты ғасырдай уақыт салып жерге оралған ғарышкерлер дым өзгермеген. Сол жас қалыптарында, бәлкім олар қонақта болған ғаламшарда уақыт жылдамдығы өзгеше мекен, кім білсін. Әрине, бір қарағанда айтылып отырған оқиға қиял ғажайыпқа көбірек келгенімен ақиқат еді. Ғарышкерлер тағдыры да, олардың көктен алып келген құпия деректері де аса құпия деген айдар тағылып, НАСА-ға тапсырылды. Сол өткен ғасырдың 90-шы жылдары осы мәселеге байланысты хабар таратуға тырысып, НАСА-дан ақпарат беруді өтінген әлемнің көптеген журналистері жартымды ештеңе ала алмады. НАСА болған оқиғаны не өтірік, не шын деп айтпады. Еш нәрсе болмағандай үнсіз қалды. Шындығында фашистік ғарышкерлер көктен керемет ақпарат алып келгені анық. Оны игілігіне жарату үшін НАСА құпия сақтауда. Тіпті ақштың соңғы кезде ғылым һәм әскери қару жасауда адам таңғаларлық жетістікке жете бастауы сол ғарышкерлер алып келген құжаттарға байланысты дегенде алып қашпа әңгіме бар. Бәлкім бұл сыбыстың өзегінде шындық жатуы да даусыз. Ең бастысы, ғарышкерлерді ұшырған соң Гитлер көп ұзамай қолымызға ғажап қару пайда болады. Біз онымен әлемді бағындырамыз деп мәлімдеме жасауы тегін емес. Ол атом қару ма, әлде жатжұрттықтар әскери көмек береді деп үміттенді ме? Ол жағы бізге белгісіз. Десек те, қазіргі күні әлі көптеген зерттеушілер фашистер бөгде ғаламшар иелерімен байланыста болған ба деген сауалды алға қойып, тыңғылықты зерттеу жүргізуде. Оның қорытындысы бүгін болмаса да болашақта белгілі болары анық. Сонымен қатар 1943 жылы Гитлердің тікелей араласуымен көкке көтеріліп, араға 47 жыл салып, кері оралған фашистік ғарышкерлердің тағдыры да анықталып қалар.